Барлықтарыңызға сәлем, сәлем Тамерлан, және бұл Ланс талдау. Бүгін біз Расул Ғамзатовтың "Мен Дағыстаным" атты әңгімесін қарастырамыз. Расул Ғамзатов ол дағыстандық халық ақыны, ұлы жазушы, аудармашы және ұлы отан соғысының ардагері болып саналады. Шығармада автор өзі туралы бірінші жақта айтады. Ал енді кеттік. Дағыстандық революциядан кейін кеткен бір суретшіні автор Парижде көрген екен. Ол отаннан кетіп оқуға түсіп, бір итальян әйеліне үйленген. Әлемнің көптеген тамаша даңқты қалаларында болған екен, бірақ өзінің отанына қайтуға мұршасы келмеді. Және де сол суретші Дағыстанның таулы өлкесіне көп сағынып, көпке дейін өзінің отанын сағынады. Және сол сағыныш күйін ол суретке жақсы айналдырған. Соны естігенде автор суретшіден оның суреттерін қарауға сұраған. Бірінші суреттің аты "Елді аңсау" екен. Суретте Дағыстан таулы өлкесі, тау басындағы бұлақтың маңында авар киімін киген суретшінің итальян әйелі тұр. Оның қолында күміс қомыра. Тау етегінде авар ауылы, тау басын тұман басқан. Тұман дейді суретші, ол таудың көз жасы. Өйткені тау басын тұман басқанда тастың үстінде тамшы пайда болады ғой. Міне сол тұман бұл менмін дейді суретші. Екінші сурет авардың көне аңызы бойынша жасалған сурет. Бұл суретте тасты қақ жарып өсіп тұрған бір тікенек бұтада отырған қыз бейнеленген. Ал оған өзінің үйінің терезесінен бір қыз қарап отыр. Сол аңыздың жалғасы бойынша қыз сол құсты алып торға қамап қояды. Сонда құс күн түні "Елім, елім, елім" деп қақсай береді. Міне соңғы жылдары сол құс сияқты елін аңсаған менмін дейді суретші. Жалғасы бойынша қыз сол құстың елі қайда екен деген сұраққа қызығып, мүмкін оның елі бір тамаша құс жұмағы болған шығар деп ойлап, құсты босатуға шешім қабылдайды да, құс бірден сонау бұтағына келіп қонады. Сонда қыз қараса, сол тікенек бұтаның жапырақтарының арасында оның ұясы бар екен. Міне сол қыз сияқты тордан өзінің отаныма қарап оны аңсаған менмін дейді суретші тағы да. Енді автор одан "Неге еліне қайтпайсың" деп сұрағанда, сонда ол оған осылай жауап береді. Бұрынғыда мен өз елімнен жанымды алып кеткенмін. Ал енді отаныма тек кәрі қалжыраған қу сүйегімді әкелуге мұршам келмейді. Тиіс емес. Сонда автор, яғни Расул Ғамзатов, Парижден Дағыстанға келісімен ең алдымен суретшінің туысқандарын және отбасысын тауып алады да таңғалады. Өйткені суретшінің анасы тірі екен. Сонда суретші, яғни өзінің отанын жат елге айырбастаған ұлы туралы естігенде, суретшінің анасы біртүрлі қайғылы мұнды әңгімені естігендей болып, оның беті өте мұнды болады. Бірақ бір кезде ол автордан, яғни Расул Ғамзатовтан оның бетінде нұр пайда болғандай, "Сендер аварша сөйлестіңдер ғой" деп сұрағанда, автор оған "Жоқ, біз тілмаш арқылы сөйлескенбіз. Мен орысша, ал сіздің ұлыңыз французша". Сонда дәл бұл сәтте суретшінің анасында өте қайғылы бет әлпеті пайда болады.
сол кезде ұлының өлімін естігендей болып, ол қара орамалын бетіне жауып, сонда жаңбыр жауа бастады. Сонда суретшінің анасы осылай дейді: мүмкін авардың адасқан ұлы қазір сол жаңбырға құлақ салар ма екен деп тоқтап, содан кейін мынаны айтады: жоқ, Расул, сен қателесесің. Сен көргенің мен ұлым емес, мен ұлым бұрынғыда өлген. Өйткені менің ұлым оның анасы үйреткен авар тілін ешқашан да ұмытпас еді, дейді де, міне осылай шығарма аяқталады. Мен үшін шығарма өте қызықты және оның қорытындысы маған қатты ұнаған. Менше бұл қорытындыда екі түрлі қорытынды бар. Біріншісі сол құс туралы. Құс бір тамаша жат елге бармай, өзін отбасысы, ұясы, балапандары бар жерге қонған. Міне бұны ол елім деп айтқан. Яғни ел деп біз сен тұратын тамаша бір қала емес, сен туған халқын, туған туысқандарын және отбасын бар жерді айтамыз. Яғни отан деп айтамыз. Екінші қорытынды тіл туралы. Меніңше өзінің ұлының, туған ұлының қай жерде тұратынын, қай тілмен сөйлескен естігенде суретшінің анасының іс-әрекеті дұрыс деп ойлаймын. Өйткені нағыз адам өзінің туған анасы үйреткен ана тілін ешқашан ұмытпас па еді. Болды. Маған тамаша. Бұл әңгіме өте тамаша, маған өте ұнады. Расул Ғамзатовқа үлкен рахмет. Ал енді тағы да айтарым, егер сіз мен күнделікті өмірде қызықсаңыз, онда сіз мен инстаграм парақшама тіркеле аласыз. Оның сілтемесі астында тұр. Яғни Расул Ғамзатовтың әңгімесі бойынша, яғни оның қорытындысы бойынша, мен инстаграм парағымда қазақшамен қоса орысша және ағылшынша жазғанмын. Ол енді сау болыңыз.